Бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен тағы да бір пайдалы ақпаратпен бөлісейін деп тұрмын. Бүгінгі біздің тақырып біздің дене бітімімізге арналады. Бұл тақырыпты таңдауымның себебі сіздердің комментарияда жазып отқан сұрақтарыңызды оқи отыра осыған келдім. Сіздер көп сұрап жатыр екенсіздер, сондай арықсың, жаңағы дене бітіміңді қалай ұстайсың деп. Негізінде менің табиғатым өзім арықтардың қатарына жатамын. Бірақ мен 3 баланың анасы болғандықтан менің де ішпен проблемаларым болды. Сол әр баланы босанғаннан кейін диетадан бөлек мен арнайы майды кетіретін, яғни жир сжигающий сусындарды ішіп қалпына тез келдім. Сондай сізге пайдалы рецепттер керек болса, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Ал егер де сіз видеоны соңына дейін қарайтын болсаңыз, мен сіздермен тағы да пайдалы лайфхактармен бөлісетін боламын. Ал біздің бүгінгі сусын, осы құр сусынның арқасында арықтаймын деп түсініп қалмаңыздар. Егер де сіз диета ұстамай, жай күнделікті қарапайым тамақ жеп жүрген болсаңыз, бұл сусынның арқасында сіздің жеген тамағыңыз қорытылып, май, яғни складка бөліміне жиналмауына септігін тигізетін болады. Сіз диетада болмасаңыз, бұл сусынды күніне 2 мезгіл тамақ ішердің алдында жарты сағат алдында ішіп отыру қажет. Ал егер де сіз правильный питание, яғни дұрыс тамақтану процесінде болсаңыз, осы сусын сізге тез қалпына келуіне және диетаңыздың жақсы әсер беруіне үлкен септігі тиетін болады. Сол себепті шатастырып алмаңыздар. Бүгінгі біздің жасалынатын сусын өте қолжетімді және барлық дүкендерде сатылатын ингредиенттерден жасалынады. Ол үшін бізге ең басты 3 ингредиент қажет. Ең алдымен бізге қажетті ингредиент ол лимон. Лимон қышқылын өздеріңіз білесіздер. Ол қышқылдың арқасында біздің майымызды жиналмауына жақсы көмектеседі және жир сжигающий жаңағы жұмысын, қызметін өте жақсы атқарады. Сол себепті диетада отырғанда не болмаса асқазан қорытуы кезінде міндетті түрде лимон шырынын ішу керек, өте жақсы септігін тигізеді. Ал екінші қажетті ингредиент ол бізге алма. Алма асқазандағы тамағымыздың қорытуына септігін тигізеді және де дәрумендерге бай болғандықтан кешке дейін қарнымыздың ашпауына өзінің жақсы бір пайдасын береді. Ал үшінші қажетті ингредиент ол бізде корица. Корица ол барлық дүкеннің сөрелерінде сатылады. Қымбат тұрмайды, шамамен 300-400 теңге, если ұмытып қалмасам. Сол себепті бұл ингредиентіміз бізге өте қолжетімді болып саналады. Ал енді рецепті қалай жасау керек екенін сізге көрсетейін. Пайдалы сусынды жасау үшін ең алдымен лимон мен алманы жақсылап жуып аламыз және де қайнатуға ыңғайлы осындай ыдыс дайындаймыз. Мен 1 стакан су құйып уже дайындап қойдым, шамамен 300-400 граммдай су бар. Осы дайындалған қазанымызға, яғни осындай плиткада қайнататын қазанымызға сразу лимонымызды үлкен бөлікке салып турап аламыз. Кішкене лимонның осындай несін қалдырып қою керек, ең соңында ол бізге тағы да керек болады. Лимонды осылай 4-5 бөлікке бөліп суымызға саламыз. Ал сіздерге пайдалы ақпарат болсын, лимонның құрамындағы С витаминінің көптігін барлықтарыңыз білесіздер, оның айтып отырудың қажеті жоқ. Одан бөлек лимон біздің ағзадағы темір мен кальцийдің жақсы сіңуіне көмектеседі. Ол жайлы сіздер білдіңіздер ме? Ал пайдалы лайфхакқа келетін болсақ, егер де сіз антибиотик бір арнайы дәріні көп мөлшерде көп уақыт ішкен болсаңыз, міндетті түрде сізге сол дәріні жуып шаю үшін өт жолдарынан сізге арнайы дәрілер береді, дұрыс қой. Ал оның жаңағы керек емес дәрілер асқазаннан антибиотикті жуып шаюына лимонның шырыны жақсы әсер етеді. Лимонның күші жаңағы антибиотиктарды жуып шаюға және асқазандағы өт жолындағы мусорлар, шаң тозаңдар біз күнделікті жеп жұтып жүргенді жуып шайып қалпына келтіруге жақсы септігін тигізе алады. Ал алманың құрамындағы пайдасы жайлы
бәріміз білеміз, бірақ зиянын көбісі біле бермейді. Алмамен қатты жеп, алмамен қатты увлекаться етуге болмайды. Себебі алманың құрамындағы дәрумендердің көптігі соншалықты, сізде егер сол дәрумен ағзаңызда көп болса, ол избытокқа алып келіп, тоқ ішек ауруының нашар жұмыс істеуіне алып келеді. Сол себепті алманы көп жеуге, передозировка жасауға болмайды. Алманың тағы да кері әсер беретін күші ол тіске. Тістегі эмальді сезімтал жасайды. Сол себепті алманы жуып жеп және тістеп жеген кезде жұмсағын тістеп жеген абзал, және де көп емес мөлшерде. Ал лимон мен алмамызды үлкен-үлкен бөлікке салып турап алдық. Енді корицамыздың 2-3 данасын қоссақ жеткілікті. Корица ол біздің жаңағы шырынымызға жақсы дәм береді, ішуге кішкене бізге дәмдірек болу үшін. Енді осы біздің дайын алма, лимон және корицамыздың отқа 15-20 минут қайнағаннан кейін 15-20 минут ұстаймыз. Және де суығанша бетін жауып тұндырып қоямыз. Ал біздің алма, лимон және корицамыз әбден қайнап, өзінің согын суға бөлді. Енді осы суымызды, шырынымызды сүзіп аламыз. Ал енді шырынын бөлек алып алдық, енді оны арнайы шыны ыдыста сақтау қажет. Себебі біздің жаңағы лимон қышқылы пластик ыдысқа келген кезде обратно реакция беруі мүмкін. Сол себепті міндетті түрде шыны бөтелкеде, не болмаса банкада сақтаңыз. Бұл шырынның срогі жоқ, сол себепті холодильникке салып қойып, таусылғанша ішсеңіз болады. Ал енді кірсек. Ал мен жаңағы шырынды шыны ыдысқа құйып алдым, енді суығанша күтемін. Бірақ мен ішіне осындай жаңағы согымызда қайнатылған корицамызды осының ішіне салып қоямын. Маған осылай дәмі көбірек ұнайды. Корицаның дәмі қышқылды кішкене перебивать етіп, дәмін дәмдірек жасайды. Міндетті түрде жасап көріңіз, асқазаныңыз әрдайым қорытылып, дұрыс тамақтануды ұмытпаңыз. Ол өзіңіздің денсаулығыңызға пайдалы.